Көптің сұрауыменен қалай неге акцияға қатысамыз деген көп сұрақ маған келген екен. Сол бойынша сіздерге видео түсіріп берейін деген болатынмын. Ақпараттар пайдалы болып жатса, сіздерге комментарий жазып, подписаться болып, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де жан-жақты таратсаңыздар да болады. Бүгін мен сіздерге компьютер арқылы қалай возврат жасаймыз. Мен бұны возвратты телефонмен көрсеткен болатынмын. Маған көбісі компьютермен көрсетіңізші деп жазыпты. Сол бойынша. Енді қараңыздар, айттық иә, аналитика бөліміне кіреміз. Сол кезде отчет үйді басасыз. Сол кезде сізде продажа барлығын көрсетеді. 11-шіге кіресіз и товарыңызды көресіз. Например, менде прокладкаларым гигиенский, басында өткізгендерім қаншасы 33 тұр, иә. Осыларды мен енді возврат жасасам болады. Немесе міне көбісі подгузники детские деп тұр, соның екеуін. Біреуін уже возврат жасап бастаған едік. Онда міне осыны көреміз. Merries Baby деген менде бар. Енді сол товарыңызды, товары карточки, товара new дегенге кіресіздер да, карточкаңызды тауып аласыз. Алдымен осы жерден өзіңіздің басында сол толтырған карточкаңызды, сол который қай товарыңыз, сол товарды тауып аласыздар. Қазір қазір мына жерден өзіміздің сол Merries Baby деген немен жазылған товарын тауып алу керекпіз. Қазір көрек жазсақ болады екен. Подгузники, памперс. Merries деп шықпай ма екен? Қазір Merries. Merries Baby деп шықты. Енді Merries Baby White 1 деген бар, White менде 2 деген бар. Сол үшін именно қайсысы екендігін біліп алу керекпіз. Екеуін де тексеруге болады. Мынаны аламыз да, копировать етіп, бір жерге пока что қоя тұрамыз. Что ұмытып қалмау үшін. Бұл 2, например. Ол 3, мынау 1 деген сияқты. Номенклатура деген сіздерде бұл артикул, товардың артикулы. Міне 2 товарды да қойып қойдық. Енді осы 2 товарды қазір возврат жасап көреміз. Поставки бөліміне өтесіздер, және де возврат товар дегенді басасыз. Қараңыздар, телефонды да көрсеткен болатынмын. Бұл жерде активацияны баспасаңыздар, сізде ешқандай возврат болмайды. Осы жерден активация бөлімін басасыздар, активация қосылады. Содан кейін барып, мұны қасында тұрған сайт, клиентский сайтқа, который сіз клиент болып тіркелген сайтқа кіресіздер. Сол кіргеннен кейін барып, өз атыңызбен, аты жөніңізбен кіріп тұрады, бұл российский рубльмен. Енді осы жерге біз өзіміздің товардың номенклатурасыны жібереміз. Өзімізге возврат жасаймыз. Нет в наличии. Мен нөлге қойып қалған екен ғой айтпақшы. Қазір. Мынаусын көрейік. Егер товарларыңыз нөлге қойған болсаңыздар, шықпайды. Мінекей, мына біреу шығып тұр екен. Енді осы жерден сіздер добавить в корзину дейсіз. Корзинаға өткеннен кейін қарасаңыздар, корзинаға түсіп отырады. Корзинаға түскеннен кейін мына осынша рубль деп тұр. Выбрать адрес доставки деп тұр. Осы жерден выбратты пункт выдачаны таңдап аласыздар. Қоя тұршы дәрмен. Осы жерден міне улица Манаса, осындай деп тұр. Біз өзімізге жақын жерді тауып аламыз. Мінекей жақында бассаңыздар көрсетеді. Міне өзіңізге жақын қай жерден алғыңыз келеді, сол жерді белгілеп аласыз.
Так, қазір Алтынсарин, ойбой. Момышұлы жақта бар еді. Ну ладно, мынаны қоя салайық. Выбрать. Дайындадық. Енді осы жерден способ оплаты деген жерге кіреміз. И мына жерден өзіңіздің номеріңізді сұрайды. Активация жасағаннан кейін сізге именно қай номермен деп тұрады. Сол үшін номеріңізді енгізесіз. Сосын сізге код келеді. Мінекей, бізде товарымыз, менің басқа товарымда тұр. Так, мынаны бастық. Енді осы жерден способ, мына жерде выбрать доставканы жасадық. Заказать деп тұр. Способ оплаты деп тұр. Выбрать способ оплаты. Необходимо выбрать адрес доставки. Қайтадан бізге доставка жерді сұрап жатыр. Так, бұл болмайды дейді. Выбрать другой адрес. Қазір көреміз. Кейбір пункт выдачалар жабылып кететін болса, сіздерде сол бұрында таңдап қойған жеріңіз шықпай қалуы мүмкін. Сол үшін всегда неде болғанымыз дұрыс. Так, график, мынаны таңдай салып, выбрать. Мінекей, пункт выдача таңдалды. Выбрать способ оплаты деген жерге возврат товара деп басасыздар да, выбрать деп басасыздар. Мінекей. Енді бізге оплата возврат товара деп тұр. Осы жерден заказать дегенді басып, мына стоимость доставки бесплатно, ешқандай бізден товарымызды алынбайды, товарымыз өзімізге қайтып келеді. Перейти к оплату, міне осы жерге біздің возврат продавцу, яғни біздің товарымыз возвратқа жіберілді. Менде бұрынғы басқа возврат жасаған товарларым бар. Мінекей, бұлар в пути на сортировочный центр деп жатыр. Бұлар менің возврат жасаған товарларым. Мынау возврат бірақ болған, бұл пока что келіп үлгерген жоқ. Осылай сіз товарларыңызды өздеріңізге возврат жасай аласыздар. Возврат жасағаннан кейін сіздерде ешқандай ақша алмайды. Соны айтқым келіп отыр. Енді менде бұрын возврат жасап білмей қалған кезде де кейде осылай баланстан алып қойып, сөйтіп қаншама минустар болған. Ну, ол кабинетте тұр. Оны мен қайтадан жасағам. На самом деле возврат жасағанда осылай мен де білмеген ғой не жағынан активация басуды. Яғни активация баспасаңыздар бұлай шықпайды, шотыңыздан алып қоятын болған. Мені қарап отырған болсаңыздар. Қазір енді ондай 2175 рубль пока ішінде тұр. Бірақ мен доставканы басып тексеретін болсам, мінекей возврат жасалды. Енді бұл возврат жасағанымыз ала қаласа өзімізге қайтып келгеннен кейін мына жерде код, осылай код келеді, для получения товаров деп. И осыны көрсетесіз, товарыңызды ала бересіздер. Бұрын мына адрес болатын, бағана көрдіңіздер, қайта соны жазайын десем, ол адрес жабық болып тұр. Сол себепті басқа адрес таңдадым. Назарларыңызға рахмет. Пайдалы ақпарат сіздерге пайдалы болып жатса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Иншаллах, енді тек қана көбірек видео түсіруге тырысамын. 4000 сағатқа жетейік. Әрекет жасайық, ютубер болайық. Бұйырса, ютубты да зерттеп қарап жатырмын. Ютуб жайында да көбірек ақпараттар беруге тырысамын. Келесі видеоларда кездескенше, маған да бір мотивация болсын. Не дейді, қолдау көрсетіп комментарий жасаңыздар болады. Сау, сәлематта болыңыздар.